Баршаларыңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сливкимен қалай жұмыс жасау керек, яғни крем чиз деп аталынатын творожный сыр мен сливкимен жасалынатын кремнің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Яғни сливки қалай қою болып шығады, сол жолмен бөлісетін боламын. Біз ең алдымен творожный сырды қолданамыз. Творожный сырды мен Хочланд деген брендтегі творожный сырды қолданамын. Сіздер де осыны қолдануларыңызға кеңес беремін, өйткені осымен қолдансаңыздар кремдеріңіз міндетті түрде жақсы болып шығады. Одан кейін бізге творожный сырды алдық. Енді ыдысымыздаға оралатын болсақ, ыдыстың іші міндетті түрде құрғақ болу керек. Яғни бір тамшыда су болмау керек. Су болып жатқан жағдайда салфеткамен сүртіп алыңыздар. Одан кейін және де ыдыс шұңқыр болу керек. Шұңқыр болса ыдыс, сол кезде ол крем жақсы болып шығады. Енді ыдысымызға 500 немесе 400 грамм творожный сырымызды саламыз. Және де айта кетерлігім, творожный сыр міндетті түрде салқын болу керек. Ол кемінде 8 сағаттай уақыт тоңазытқышта тұрған болу керек. Салқын творожный сырдан жасалатын крем өте жақсы болып шығады. Осылайша қазір біз барлық творожный сырды ыдысымыздың ішіне қарай салып шығамыз. Енді мен қазір творожный сырдың бәрін салып біттім. Енді астыңғы жағына қарай таразы қойып, ыдысты осының үстіне қарай қоятын боламын. Енді қазір осыған 150 грамм қант ұнтағын қосатын боламыз. Егер де сіздер тәттілігіне қарап 200 граммда қоссаңыздар болады, немесе 100 граммда қоссаңыздар болады. Бұның барлық сіздердің тәттіні жақсы көрулеріңізге байланысты қоса бересіздер. Енді қазір менде миксердің әрбір 30 секунд сайын жылдамдығын көбейтіп отырып миксерлейсіздер. Менде миксердің жылдамдығына байланысты творожный сыр мен қант ұнтағы да жақсы миксерленеді. Ең алдымен осылай түпкі жағынан бастап миксерлейсіздер. Шамамен 30 немесе 40 секундтай уақыт миксерлесеңіздер жеткілікті. Барынша бір керкі болса, сонымен болды. Және де миксердің жылдамдығын көбейтіп, кемінде 3-ші жылдамдыққа дейін көбейтесіздер. Енді бізге Чудское озеро дегеннің 33% сливкин қолданамын. Сіздер басқа да сливкилар қолдансаңыздар болады, бірақ міндетті түрде 33%-дан жоғары болуы керек. Және де сливки кемінде 1 түн немесе 8 сағаттай уақыт тоңазытқышта тұрған болу керек. Яғни салқын сливкидан сіздердің кремдеріңіз дұрыс болып шығады. Енді осы салқын сливкиді алып, кішкене шайқап жіберіп, бағанағы творожный сыр мен қант ұнтағымыздың үстіне қарай барлығын құйып шығамыз. Ыдыста осында, яғни коробканы алып, сыртын жағын барлығын босататын боламыз. Яғни ішіндегі сливкидің барлығын осы ыдысымыздың ішіне қарай саламыз. Енді миксерлейміз. Миксерлеген кезде де әрбір 30 секунд сайын миксердің жылдамдығын көбейтіп, шамамен 3-4 минуттай уақыт миксерлейтін боламыз. Бұның барлық сіздердің миксерлеріңіздің мощностьына байланысты. Осылай түбінен бастап миксерлей бастайсыздар. Өзі минуттар өте келе, уақыт өте келе, крем өзінің қалпын ұстап, жақсы крем болып шығады. Яғни ақпайтын, іріп кетпейтін болады. Одан кейін жақсылап тұрып миксерлейсіздер, және іріп кетудің бір жолы сіздердің осы сливкиларыңыз жылы болған жағдайда сіздердің кремдеріңіз іріп кетеді. Сол себептен творожный сырда, сахарный пудрада, одан кейін сливкида барлығы салқын болу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, менде крем толығымен қоюланып шықты. Міне қазір жақындатып сіздерге көрсетіп жатырмын. Крем толығымен қоюланған кезде болды, ары қарай миксерді өшіріп қоясыздар. Қатты көп миксерлеп тұрудың да қажеті жоқ, өйткені крем қатты көп миксерлей берсеңіздер іріп кетуі де мүмкін. Міне осылай мен сіздерге қазір ыдысты төңкеріп көрсетейін. Міне өздеріңіз көріп тұрғанда ешқандай да крем ағып тұрған жоқ, яғни төгіліп кетіп бара жатқан жоқ, өз қалпын жақсы ұстап тұр. Міне қасықпен ұстасам да крем өзінің қалпын өте керемет болып ұстап тұр. Сіздер дәл осындай жасалған крем чизді кез келген торттарға қолдансаңыздар болады, бисквит немесе капкейки, атап өтсем красный бархат, вупи пай, молочная девочка немесе кез келген бисквитті торттарға да қолдана берсеңіздер болады. Мен осы кремді вупи пай тортын жасауға қолдандым. Торт өте керемет болып шықты. Әсіресе кремі де барлығы өте керемет болып шыққан болатын. Мен осылайша жасап жатырмын. Егер де сіздерге видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма подписаться кнопкасын басып, және колокольчикті басып кетіңіздер. Сіздермен болған жібек, келесі кездескенше.